Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, дастархан сәнін келтіріп тұратын балалардың сүйікті тәттісі вафельный трубочки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне 200 грамм қантымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Шамамен 4-5 минуттай миксерлеуіміз қажет. Енді жұмыртқамызды қосып, 5 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Рецепті өте оңай, есте қаларлықтай. Енді 200 грамм ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. 200 грамм май, 200 грамм қант, 200 грамм ұн және 5 жұмыртқа болса болғаны. Осымен тестамыз дайын. Енді қызып тұрған вафельницамызға бір қасықтан салып, шетінен пісіріп аламыз. Вафельницаның түріне мән бермейміз, бұл 40 жылдан бері өзінің қызметін адал атқарып келе жатқан вафельница. Әркімде әртүрлі қызуы мүмкін. Бұл жерде градус деген жоқ, уақыт деген жоқ. Өздеріңіз шамалап пісіре бересіздер. Піскеннен кейін осылай орауға да болады, болмаса жай қолмен де орауға болады, онда тұрған ештеңе жоқ. Менің вафельницама осылай бір ас қасық салған тура келіп тұр. Әркімде вафельницаның көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін де шамалап бірінші үлкен ас қасықпен бір ас қасық салып жасап көріңіздер. Вафлиді осылай ыстық күйінде ораймыз. Суығаннан кейін ол сол күйінде формасын сақтап қатып қалады. Сол үшін де піскеннен кейін бірден осылай орап қоямыз. Менде осы рецептпен 25 штук вафли шықты. Рецепті толық түсіріп болғанша балалардан аман алып қалған 18 штук қалды. Оның жартысын начинкамен, жартысын начинкасыз жасадым. 9 штук вафельный трубочкеге маған 200 грамм вареная сгущенка кетті. Вареная сгущенка көбінесе қатты болады, сол үшін осындай кондитерлі қапқа салып, микроволновкада кішкене ерітіп аламыз. Сол кезде осылай жұмсарып, қолдануға ыңғайлы болады. Менде 200 грамм вареная сгущенка кетті, 9 штук вафлиге. Осылай шетінен начинкасын салып, езілген орешкемізге батырып аламыз. Орешкемен өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде бар қолжетімді ингредиенттермен жасалады. Соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, алдағы шығатын рецепттерден қалып қоймас үшін колокольчикті басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын!